Егер сіз киелі кітап жазылған ежелгі заманда өмір сүрген болсаңыз, сірә бір патшаның билігіне бағынышты болар едіңіз. Сол патшалардың көбі өздерін құдаймын деп жариялаған. Олар өздерін тіпті құдайдың бейнесімін деп атайтын. Демек, оларда адамдарға бұйрық беріп, түрлі нәрселерді істеткізетін билік болды. Иә, олар тіпті ненің жақсы, ненің жаман екенін де белгілейтін. Бұл патшалар кейде өздерінің мүсіндерін жасататын. Бұлар еврейше сәлем деп аталатын. Соның мағынасы тәңір мүсіні немесе бейне. Бірақ израильдіктер өз патшаларын құдай деп қарастырмады. Шынында оларға құдайдың бейнелерін жасауға тыйым салынған еді. Дәл солай. Бұл сол заман мен мәдениеттегі нағыз ерекшелік болды. Мұның түпкі себебі, біріншіден, жаратқан иені кішірейтіп, жаратылыстағы қандай да бір нәрсеге теңеуге болмайды деген Израильдің сенімі еді. Бірақ оның тағы бір себебі бар. Құдайдың бейнелерін жасауға болмайды. Өйткені Құдай өзінің бейнелерін әлдеқашан жасаған. Ол мұны қашан жасаған? Бұл үшін киелі кітаптың алғашқы бетін ашайық. Біз онда кездестіретін бірінші тұлға Құдай. Ол бүкіл жаратылысқа билік жүргізеді. Ол сөйлегенде жаратылыс оған бағынады. Және ол ненің жақсы емес екенін белгілейді. Басқаша айтқанда, жалғыз ол ғана патша. Бірақ кейін Құдай таңғаларлық нәрсе істейді. Ол жаратылыстың шыңы ретінде адамдарды жаратып, олардың бәрін Құдайдың бейнесі деп атайды. Сонда қалай? Құдай барлық адамға билік жүргізуді тапсыра ма? Дәл солай. Ол мұны өзі айтады. Ол адамдарға жер бетін өздеріңе бағындырып, оған билік жүргізіңдер деп тапсырды. Демек, бұрын тек таңдаулы патшаларға ғана тиесілі болған тапсырма осында киелі кітапта әрбір адам баласына жүктеледі. Сол заманда бұл өте жаңашыл ой болды. Себебі адамдардың бәрі билік жүргізуге және адамзат тарихын алға жылжытуға, үлестерін қосуға шақырылған. Ендеше бұл нені білдіреді? Сонда бәріміз қалай билік жүргізуіміз керек? Жаратылыстың басталуында бақ өңдеу туралы сипатталады. Бақ өңдеу? Иә, бақ өңдеу. Олар жер бетіне билік жүргізгенде оны өңдеп, барлық байлығын пайдаға жаратып, одан жаңа әрі артық бір нәрсе жасап шығарады. Яғни бір-бірі үшін азық өсіре ме? Иә, бірақ бұған отбасы болып көбею және ауылдарда тұру да кіреді. Сосын адамдар жұмыс істеп, өзара қамқорлық жасайтын қоғамдар ұйымдастырады. Олар кәсіпорындар мен қалалар салады. Бұлар басқа жерлерде де көбейеді және бәрі осылайша жалғаса береді. Демек, билік жүргізу дегеніміз біздің күнделікті жұмыс істеп, жаңа нәрсені ойлап шығаруымыз. Иә, біз әлемді алға жылжытамыз. Бұл Құдайдың адамзатқа берген қасиетті тапсырмасы. Мұның бәрі шынымен тамаша естіледі. Адамдар кейбір керемет жақсы нәрселерді ойлап шығарған. Бірақ біздің жасап шығарған өзге нәрселеріміз жиі басқаларға көп азап шеккізіп, әділетсіздік туындатады. Сондықтан мүмкін біздің билік жүргізбегеніміз дұрысырақ болар. Иә, киелі кітапта бұл туралы да жазылған. Жаратылыстың басталуында Құдай адамдарға қалай билік жүргізетіндеріне байланысты таңдау береді. Олар Құдайдың жақсы деп белгілегеніне сай, биліктерін басқалардың игілігі үшін қолдана ма, әлде өз беттерімен жүріп, жақсы мен жаманды өздері белгілеп, биліктерін өз пайдасы үшін қолдана ма? Бұл әңгімеде адамдар ненің жақсы, ненің жаман екенін өздері белгілеуді таңдайды. Сонымен, киелі кітапта адамзаттың жағдайы осылай сипатталады. Кей кездері біз таңғаларлықтай жақсы істер жасаймыз. Бірақ кейде тіпті ниетіміз игі болса да, осы әлемде өзімшілдік пен жамандық жасаймыз. Осылайша біз нашар билік жүргізіп, бәрін бүлдіріп келеміз. Бірақ бұл әңгіменің соңы емес. Ол әрі қарай жалғаса түседі. Киелі кітапта Құдайдың Иса арқылы адамдар арасында өмір сүріп, бұл мәселені толықтай шешкені туралы жазылған. Адам болып қалай шынайы билік жүргізу керектігін бізге Иса көрсетті. Ал бұл шынайы билік жүргізу қалай көрінеді? Бұлайша, Иса басқалардың игілігі үшін қызмет етіп, өзін олардан төмен ұстап, тек достарын ғана емес, жауларын да жақсы көріп билік жүргізді. Бұл билік жүргізудің кәдімгі жолы емес. Бірақ тек осы ғана емес. Біз нашар билік жүргізген жолдарымыз арқылы жасаған барлық жамандық пен өлімнің салдарын Иса өз мойнына алды. Демек, Иса сол салдардың өзін жоюына жол берді. Сонымен, жаңа келісімнің жазушылары Исаның өлімнен тірілгеніне назар аударғанда, адамзат үшін толықтай жаңа болашақтың ашылғанын көрді. Иса адам болудың жаңа жолы. Иә, сондықтан да олар Исаны Құдайдың бейнесі немесе жаңа адам деп атады. Және тек бұл ғана емес.
Олар Исаның құдайлық өмірі мен құдіретінің қазір бізді сауықтырып, өзгертіп, біздің өміріміз бен құдіретіміз бола алатынына да сенді. Бұл шынымен жақсы естіледі, бірақ іс жүзінде ол қалай болады екен? Паул елші мұны былайша сипаттады. Іс жүзінде Иса адамның жан дүниесінен орын алып, оны өзінің рухына кенелтеді. Сонда адам сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, шыдамдылық, қайырымдылық, кеңпейілділік, сенімділік, ілтипаттылық және ұстамдылыққа бөленеді. Құдай біз арқылы жасап шығарғысы келетін жаңа адамзат мынадай болмақ. Бойымызда Құдайдың бейнесі қалпына келтірілген біз адамзат тарихын алға жылжытатын халық боламыз. Расында, киелі кітаптың әңгімесі осылай аяқталады. Жаңартылған әлемде Құдай өзінің тағында отырып, қызметшілері оны айнала тұрады. Ал олар өздерінің сауықтырушысы әрі жетекшісі Исаға ере отырып, осы жаңа әлемге билік жүргізіп, оны жаңа бейтаныс болашаққа бастайды.